Балалардың арасы жақын болды, ал енді алшақтап кетті. Және де арттағы балалар алдыға қарай жылжып үлгерді. Базар жоқ. Кет, шық. Біздің ағай мысалға жоқ, е? Бірінші мысық шығып келе жатыр еді, бірақ та моқ шықты. Физика өле бер. Басқа жерге отыр дейді, карандашты алып партамызды екі бөлді. Жол полициясы мұнда не алып жүрей? Жаны келет деп, мұғалімге бәрі бір-біріне жаны келет дейді. Басқа сыныптар ғой бізде. Керек заттар керек жерінде, керек кезде дәл орнынан пайда бола қалады. Кәріс орнында отырады. Әп сәтте басқа жерден пайда болып, орнына қайта келе жатыр. Мына бала артқы партада отырады да, бірнеше секундтық әңгімеден кейін ауада еріп кетеді. Осы бала бірнеше сабақ бойы алдыңғы партада отырады да, әп сәтте орнын ауыстырып үлгереді. Мысықтың қолында ештеңе болмайды. Енді ручка пайда болды. Ал енді ручка қыздар, не болып кетті? Соны келіп бетіме кеп айтшы. Негізінде ұл мен қыз бір-бірінің жандарында отыр. Бұл жерде режиссерлардың, сценаристердің ақымақтығы десек те болады. Себебі дәл жандарында отырып естімейтіндей шілей бұлар керең емес шығар енді. Үнді киноларынан үлгі алып жатқан жайымыз бар. Темекі бар ма?